Барлықтарына сәлем, сіздермен бірге Казмет. Бүгінгі тақырып бізде пируватты гидрогеназды комплекс. Жалпы бұл комплекстің маңызы не үшін, неде? Бұл жерде екі зат жатыр. Ол біріншісі Крепс циклы үшін керек, екіншісі ол электрон тасымалдаушы тізбек үшін қажет. Оны қазір реакциялар талдағанда, жаңағы көргенде оны түсінетін боласыздар. Ендеше бастайық. Жалпы бұл комплексқа бізде 5 кофермент және де 3 фермент қатысады. Осы кестені осы ыңғайлы қылып жасадық. Ең біріншісі ол пируватик карбоксилаза ферменті, оның коферменті тиамин дифосфат, и оның туындысы коферменттің витамин В1. Екінші фермент гидролипоил трансацетилаза, оның коферменті липоамид коэнзимі, и оның жаңағы туындылары липой қышқылы және пантотен қышқылы. Содан кейін үшіншісі ол бізде дигидролипоил дигидрогеназа, оның коферменті фат және нат. Фат деп отырғанымыз флавин аденин динуклеотид, нат деп отырғанымыз никотин аденин динуклеотид. Фаттың жаңағы туындысы В2 витамині, наттікі ПП витамині. Сонымен қатар мына жақта әріптер Е1, Е2, Е3 деп жаңағы жазып қойдық. Оны көрген боласыздар, байқаған шығарсыздар. Получается, Е1 деп отырғанымыз ол бірінші фермент, Е2, екіншісі Е3, үшінші фермент. Солай ыңғайлы болады қазір жаңағы реакцияларды көргенде. Ендеше бастайық. Жалпы бізде осы пируват тиамин дифосфатқа қосылады. Қосылғаннан кейін бізде оксиэтилді жаңағы топ пайда болады. Бұл жердің ферменті Е1, получается бірінші фермент, ол бізде не? Пируват декарбоксилаза. Декарбоксилаза аты айтып тұрғандай, карбокси тобы не істейді? Ажырайды. Сол екі бөлінді. Бұл жерде липой қышқылы тотыққан күйде. Осыны есі сақтау керек. Екіншісі бізде жаңағы екінші реакцияда осы оксиэтилді группа топ бізде тотығады. Тотыққаннан кейін бізде міне ацетилді топ пайда болады. И осы жердегі жаңағы сутек ол липой қышқылына қосылады. Сонда мына жақтағы нелер дисульфидті жаңағы нелер байланыстар липой қышқылының тотықсызданады. Сол нәтижесінде. Бұл жаңағы реакцияның ферменті екіншісі ол дигидролипоил трансацетилаза ферменті. Бірінші емес, екінші емес, міне екінші фермент. Жерде бірінші фермент. Содан кейін келесі реакцияда осы ацетилді топ, ол бізде кофермент А-мен қосылады, сонда ацетил кофермент түзіледі. И осы жер өте маңызды болып келеді, өйткені ацетил кофермент ЦТК-ға барады, яғни цикл 3 карбоновый кислот. Крепс циклына барады деген сөз ол. Осы жер өте маңызды болып келеді. Содан кейін келесі бізде ол бұл реакцияда үшінші фермент қатысады, Е3 деп тұр міне. Осының коферменті екеу болған болатын жаңа. Ол фат және де нат. Бұл жерде фат қатысып тұр. Және де бізде дигидролипат түзіліп тұр. Екі сутек. И фаттың осы жердегі міндеті осы сутектерді өздеріне тартып алу болып келеді. Неге тартып алу керек? Өйткені бұл жерде бізде тотықсызданған түрде тұр липой қышқылы. Ал реакция жүру үшін, цикл жүру үшін бізде тотыққан күйіне алысу керек. Сол үшін фат осы сутектерді өзіне тартып алады. Тартып алды. Келесі реакция міне тартып алды. H2 пайда болды. Липой қышқылы не? Тотыққан күйге айналды. Бізге тотыққан күй керек. Бірақ та байқасаңыздар, мына жақтағы фат H2 тұр,
Мына жақта фат тұр. Получается, бізге екі сутекті не істеу керек? Жоқ қылу керек қой. Осы жерде бізге көмекке нат керек. Нат келеді. Жаңағы үшінші ферменті, коферменті нат. Нат бізде тотықсызданады да. Нат H плюсқа айналады. Получается, осы екі жаңағы сутектерді өзіне алып алады. Міне, бір сутек, екі сутек. Осы жер маңызды болып келеді, әдейі мына жақта қызылмен боялған. Себебі осы нат H+ ол бізде электрон тасымалдаушы тізбек үшін донор болып табылады осы сутектер. Содан кейін міне қайтадан тотыққан күйіне келеді липой қышқылы, барлығы фат, міне фат, ТДФ өз қалпына келеді. Осылайша бізде цикл қайталана береді, Крепс циклымен жаңағы ацетил кофермент А өтеді. Мына жақтағы сутектер электрон тасымалдаушы тізбек үшін донор болып табылады. Осылай барлық реакциялар өтеді екен. Осы жаңағы реакцияның барыстарында бізде 3 моль АТФ бөлінеді. Сонымен болды, осы ғана. Ештеңе қатты қиындығы жоқ. Самый главный осы жаттап алу керек. Содан кейін бір лайфхак бар. Мысалы Е1 бірінші реакция, Е2 екінші реакция, Е3 жаңағы үшінші реакциядан кейін осылай жаттап алу керек. Мына жақта енді шатаспау керек. 3-2 рет қайталанады. Так түкте ештеңе жаңағы қиындығы да жоқ. Сонымен достар, бүгінгі тақырып осы. Сіздерге жаңағы пайдалы болады деген үміттеміз. Біздің каналымызға жазылыңыздар. Келесі көріскенше.